Химиялық байқаудың әскери аспабы. Аспап ауадағы, жергілікті жерлердегі және техникадағы соғысқа қолданылатын уланғыш заттарды анықтауға арналған. Аспап қақпағы бар корпустан тұрады және оған бірінші сорғы, қол сорғы, бұзылған ауаны индикатор түтігімен сорғызуға арналған. Сорғының бас жағында қайрап сындыруға арналған пышақ және индикатор түтікшелері ұштарын босатуға арналған екі тереңдетілген кертік орналасқан. Сорғының тұтқасында ампулаларды ашқыш бар. Ампулаларды ашқыш, ампулаларды бөлу қызметін атқарады. Екінші, сорғының қондырмасы. Сорғының қондырмасы топырақтағы және әртүрлі елді мекендердегі сусыма материалдардағы улы заттарды анықтау кезінде, сондай-ақ түтіндегі улы заттарды табу және түтіннен сынама алу кезінде индикатор түтіктері арқылы өтетін улы заттардың булары көлемін үлкейтуге мүмкіндік беретін тетік болып табылады. Үшінші, индикатор түтіктері мен қағаз кассет. Индикатор түтіктері улы заттарды анықтауға арналған және онда іштеріне толтырғыш және де реактивті ампулалар орналасқан қосалқы әйнек түтікшелері бар. Индикатор түтікшелері түрлі түсті сақиналармен белгіленген және кассеталарға салынған. Бояудың түрлі түсті эталоны берілген және түтіктермен жұмыс істеу тәртіптері көрсетілген. Индикатор түтікшелері 44, қызыл сақина және қызыл нүкте. Фосфор органикалық улы заттарды, зарин, заман, Ви газдарын анықтауға арналған. Индикатор түтіктелер 45, 3 жасыл сақина, фосгенді, дифосгенді, көгеретін қышқылды, хлорцианды анықтауға арналған. Индикатор түтікшелер 36, 1 сары сақина, хлорды анықтауға арналған. Төртінші, қоршау қалпақтары. Қорғайтын қалпақшалар қондырма шұңғымалардың ішінің жоғарғы жағын улы заттар тамшыларынан зақымданудан сақтауға және олардағы улы заттарды анықтау кезінде топырақтың және сусыма материалдардың сынамасын салуға арналған. Бесінші, түтінге қарсы сүзгілер. Түтінге қарсы сүзгілер бір қабатты сүзгі материалдардан және бірнеше қабат капрон материалдан тұрады. Алтыншы, электрошам. Электрошам түнгі уақытта индикатор түтікшелері бояуларының өзгерістерін қадағалауға арналған. Жетінші, жылытқыш және оның патрондары. Жылытқыш қоршаған ауаның температурасы төмендегенде улы заттарды анықтау кезінде индикатор түтікшелерін жылытуға арналған. -40-тан +10 градусқа дейін. Оның үстінде аспаптар топтамасына сынама алынатын қалақша, қадалық істік, заринді, заманды, VX газдарды анықтау жөніндегі жаднама нұсқаулық таспасымен иыққа асатын қайыс белдік кіреді. Аспаптың салмағы 2-3 келі. Қазір біз улы заттарды анықтау тәртібін қарастырамыз. Ауадағы улы заттарды анықтау ең алдымен улы заттар буының жүйкесал ауруына ықпалын анықтайды. Бұл үшін қызыл сақинамен және қызыл нүктемен екі индикатор түтігін алу қажет. Пышақтың көмегімен сорғының басынан кертеді, содан кейін индикатор түтікшесінің ұштарын бастырады. Ампула ашқыштарды пайдалана отырып, қызыл сызықпен және нүктемен екі түтігінде ампулаларының жоғарғы жағын сындырады. Түтікшелердің жоғарғы ұштарынан алып, оларды 2-3 рет жігерлене сілкейді. Олардың түтікшелерінің бірін таңбаланбаған ұшынан алып сорғыға орнатады және сол арқылы ауаны сорғызады. 5-6 рет жоқлап сорғызады. Екіншісі арқылы ауа сорғызылмайды. Содан кейін ампула ашқышпен екі түтікшенің екі ампулалардың төменгі жағын сындырады. Сілкіленгеннен кейін бақылау түтікшесіндегі бояудың қызыл түстен сары түске ауысқанын қадағалау керек. Егер тәжірибелік түтікшедегі толтырғыштың сары түсі бақылаумен бір мезгілде пайда болса, онда улы заттар жоқ екен немесе оның концентрациясының аз екенін көрсетеді. Төменгі температура кезінде ауадағы улы заттарды анықтау.
Жылытқышты жұмысқа дайындау үшін орталық патронды жылытқыштың ұясына қою керек және ампула патрондардағы істіктің басына қолмен ұру арқылы сындырады. Патроннан шыққан будың пайда болуы жылытқыштың қалыпты істеп тұрғанын көрсетеді. Түтікшені ашу, ампуланың жоғарғы жағын сындыру және жігерлене сілку. Сорғының ішіне салу мен тәжірибе түтікшесі арқылы ауаны сорғызу. Түтіндегі улы заттарды анықтау. Түтіндегі улы заттарды анықтау кезінде түтікшені сорғының ішіндегі ұяға орналастырады. Аспаптан қондырманы алады және оған түтінге қарсы сүзгіні бекітеді. Қондырманы сорғының басындағы бұрандаға бұрап бекітеді. Сорғымен тиісті мөлшерде сорғызып айдайды. Қондырғыны алады. Сорғының басын индикатор түтігін суырып алады. Содан кейін улы заттарды анықтауды жүргізеді. Топырақтағы және сусыма материалдардағы улы заттарды анықтау. Топырақтағы және сусыма материалдардағы улы заттарды анықтау үшін сорғыға тиісті индикатор түтігін дайындайды және қояды. Қондырғыны бұрайды, қалпағын қояды. Содан кейін топырақтың немесе сусыма материалдардың үстіңгі қабатынан қалақша мен сынама алады және оны қалпақтың шұңғымасына кемеріне дейін жеткізіп салады. Шұңғыманы түтінге қарсы сүзгімен жабады және қысатын сақинамен бекітеді. Содан кейін индикатор түтікшесі арқылы ауаны сорғызады. Сорғыны 120 рет жұлқылап сорғызғанға дейін. Қорғау қалпақшасын сынамамен және түтінге қарсы сүзгімен бірге алып тастайды. Қондырғыны бұрап шығарады. Индикатор түтікшесін суырып алады және улы заттардың қаншалықты мөлшерде бар екенін анықтайды.